мәңгүрт деген кім және Павловтың итіне оның қандай қатысы бар? Мәңгүрт дегеніміз бәріміз білеміз, қазақ эпосында Найман ана деген қисса бар. Ол жерде айтылады, жаңағы жоңғарлар бір ауылға шапқыншылық жасап, сол жердің ер азаматтарын алып кетеді құлдыққа және шаштарын қырып, бастарына түйенің терісін қаптап, күннің астына тастап қояды. Және сол жерде соншалықты қиналған жаңағы жігіттер, балалар, сол жаңағы 10-20 адамның ішінен бір-екеу ғана тірі қалады. Бірақ сол тірі қалған күннің өзінде олар ешқандай еркі жоқ, еркісіз жаңа зомби секілді болып қалады. Және ондай құлдар олар қожайынның айтқанын істейтін болған және 10 шақты құлдардың істейтін жұмысын істейтін болған. Сол себепті олар сол жаңағы өте құнды құлдардың бірі болып есептелетін. Ал енді Павловтың иті, Павлов деген кім және оның иті қандай роль атқарады? Бұл біздің тақырыпта. Биологиядан оқыдық біз, оқыдық не нәрсені? Шартты рефлекс деген нәрсені оқыдық. Ол жерде Павлов деген кісі, биолог, ол кісі өзінің итіне тамақ беретін кезде лампочканы жағып және тамақ береді. Сөйтіп бірнеше рет істегеннен кейін жаңағы итте ассоциация қалыптасады. Ол қандай ассоциация? Ол шам жанған кезде тамақ беріледі деген сөз. Ал енді ақырын жаңа тамақтың дозасын азайтып, одан кейін тіпті тамақты алып тастаған кезде, тек қана шамды жаққан кезде итте мынандай бір нәрсе қалыптасады. Оның жаңағы тамақ ішуге дайындығы, тамақ ішуге дайын деген сөз ол, яғни оның сілекейі ағады шам жанған кезде. Бұл не деген сөз? Осындай эксперимент арқылы шартты рефлексті ашқан, Павлов деген кісі. Енді ол иттің дрочерға, яғни енді дрочер, анонист, енді сондай жаңа мастурбациямен айналысатын адамның қандай айырмашылығы бар, қандай ұқсастығы бар деген сұрақ. Және мәңгүрттің бұл жерде қандай қатысы бар? Ойды түйіндейтін болсақ, біріктіретін болсақ, ол мынау. Адам, мастурбациямен айналысатын адам, ол мынау порнхабтың заставкасын естіген кезде, анау тын-тын-тын-тын деген дауысты естіген кезде, жаңағы Павловтың иті секілді, Павловтың иті қалай сілекей ақса, онда жаңағы әпшу тұрып, жаңағы өзінің ісіне кірісе бастайды. Яғни бұл не деген сөз? Және мәңгүрттің бұл жаққа қандай қатысы бар? Бұл адам мәңгүрттен де төмен деңгейдегі құл. Неге? Себебі мәңгүрт оның таңдауы жоқ, оның еркі жоқ. Ол тіпті өзінің анасын танымай, өзінің анасын өлтірген адам. Жаңағы Найман ана қиссасында өзінің анасын өлтірген сондай құл. Ал мастурбациямен айналысатын адам, дрочерді, ол неге ол жаңағы мәңгүрттен төмен? Себебі оның таңдауы бар, бірақ ол сонда да жаңағы ісімен, жаңағы істі айналысумен доғармайды, жаңағы өзінің әдетін тастамайды, және оған өзінің еркі жетпейді, шамасы жетпейді, ол соншалықты осы іске кіріп кеткен. Сондықтан осындай анонист, осы бір мәңгүрттен де төмен деңгейге түсіп кететін осындай бір жануар.